Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек Мал базары каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу Алыстан көрүп жаткан мекендештер. Мен сиздерге бүгүн дагы да болсо жолдун боюна чыккан арзан унааларды тартуулайбыз. Ошондуктан каналдан алыстабаңыздар. Буюрса азыр чогуу тарта баштайбыз. Биринчи унаа Volkswagen Polo ак түстөгү объем 1.4 2000-жылы чыгарылган. Расход 5-7 деп жазылып, басы 185 миң сом. Долларга эсептегенде 2650 доллар экен. Ушундай унаага кызыккандар болсо, сиздерге номерин көрсөтөбүз. Салондору азыркы учурда унаа жүрүп турат. Арткы көрүнүштөрүнү көрсөтөбүз. Мына ушундай көрүнүштө. Кызыккандар болсо байланышка чыгыңыздар. Бул жерде белый жемчуг Camry 30 кузов. Жылы 2002 жылы чыгарылган. Объем жазылып тур. Менимче 2-4 же 3 болот булардын объему. Басы 6000 доллар суралып тур. Калас номеринде. Телефон номерин көрсөтүп коебуз. Бул жерде дагы ак түстөгү, үстү кара түстө. Toyota Altezza 2002 жылы чыгарылган, объем 2. Состояниясы орто баада. Басы 4200 доллар суралып тур. Карапас автомат. Артынан көрүнүшү жакшы. Бул жерде кара түстөгү Honda CR турат. Сол руль. Жылы 2000 жылы чыгарылган, объем 2. Карапас автомат. Басы келишимдүү деп жазып коюпту. Басы канча болот экен? Айтып койчу. 5800. Токотор жер канча? 58 ба? Мына урматтуу достор, 5800га Honda кара түстөгү CR. Эгер ичи ачып койсо калып койгон салонду. Ол көзүмүз салон экен. Сидендери дагы бул жактары дагы таза. Бул достор, сиздерге дагы бир жолу номерин жакшылап көрсөтүп коебуз. Кызыккандар болсо байланышка чыгыңыздар. Бул жерде сервис өттөгү Nissan Tiana'ны көрсөтөбүз. Жылы 2004 жылы чыгарылган, объем 1.8, басы 180 миң сом суралып тур. Телефон номерлерин көрсөтөбүз азыр. Биз унаалардын ээлери барларына ичин ачып көрсөтөбүз. Унаалардын ээлери жокторду сырты артын көрсөтүп өтүп кете беребиз. Сиздер мүмкүн болушунча көрүп байланышка чыга бериңиздер. Honda Odyssey 2000 жылы чыгарылган, объем 2.3. Үстүндө люк бар. Титандагы дөңгөлөк бар. 3900 доллар суралып тур. Газ, бензин менен дагы жүрөт. Honda Fit көрсөтөбүз. 2001 жылы чыгарылып тур. Объем 1.3. 3300 доллар суралып экен. 3800 бу? 3800 суралып тур. Ачык эле да?
Бұл жерде сары түстегі Mazda Demio көрсетеміз. 2003 жылы шығарылған, объемы 1.3. Басы $3300 сұрап тұр. Дөңгелектері қара түске боялған, титан дискада. Передний бампер біраз ұрылып қалған ұшат бұл жерде. Бұл жерде Ford Transit көрсетеміз. 8 орынды. 2002 жылы шығарылған, объемы 2. Қызыққандар болса номерді жазып алыңыздар. Басы $4800 сұрап тұр. Бұл жерде Honda Civic 2002 жылы шығарылған, объемы 1.5. $3800 сұрап тұр. Расход 7-8 деп жазылып тұрады. Бұл ұнада қосымша газдағы бар екен, газ, бензин. Азыр рұқсат берсе, ішін ашып қойып тұрамыз. Ассалаумағалейкум. Салам тартсақ болар еді. Бұл жерде Honda Stream 2003 жылы шығарылған, объем 1.7, Баткен номерін екен. 1569 деген Баткен номерінде коробкасы автомат. Басы $3500 сұрап тұр. Сіздерге миллионымды көрсетеміз. Парк ақ түстегі 2002 жылы шығарылған, объем 4.3, басы $7200 сұрап тұр, үстінде люк тағы бар. Құрметті достар, бұл жерде жаңа келген Mazda XL9 деген көрсетеміз. 2008 жылы шығарылған, объем 3.7. Бұл ұна варианттардағы бар екен, башқа ұналарға алмашы мүмкін екен. Үстінде люк тағы бар. Басы $10.000. 15-16 расход, коробкасы автомат. Audi A6-ті көрсетеміз. Жылы 96 жылы шығарылған, объем 1.8. Басы $250.000 сұрап тұр. Коробкасы механика, 6-7 расход. Салондары жақсы. Торпедаларында ұрылған, чиылған жерлері жоқ. Жақсы көрініп тұрады. Ізгенкін ұнатамыз. Басын қанша болса? 250 көр, таза салон деп іші бары. Тоқытар жер қанша? Бұлар жер. 240 отан беріп көр да. Бұлар 240 ба? Беріп көр сен да. Мен просто ютубқа тартамын. Клиенттер болса çalады. Ақ түстегі Honda Stream'ні көрсетеміз. 2004 жылы шығарылған, объем 2. $280.000 сұрап тұр. Жолдың майында тұрады. Қазір біз бұл жақтан қарап көреміз. Honda Stream іздегендер болса, азыр мен жақшылап көрсетіп берем.
алынады. Жақтан таппаса болады да. интернетке чыгарып берсінші. YouTube'ga çıkarıyoruz. Bu жерде Honda Odyssey ақ түстегі тұрады. 97 жылы шығарылған. Объем 2.3. Сіздерге азыр толығырақ мәлімет алып береміз. 175 мың сом сұрап тұр. Телефон нөмірін көріп алыңыздар. Matiz 3'tü көрсетеміз. Chevrolet Matiz. Пробегі 116.000 км жүріп тұр. Жылы 2007 жылы шығарылған. Бұл газ менен дағы жүреді екен. Басы $3.300. Biz bu çalışta ақырқы мынаны көрсетеміз. Volkswagen Touareg деп еді барды. Қара түстегі. Номердағы қараңыздар, 69-69 деген крутой номер деген. 2005 жылы шығарылған. Объем 3.2, басы $6.500. Коробкасы автомат, состояниясы жақсы. Biz кейінгі çalışты сіздерге тартылаймыз. Каналға лайк тұрыңыздар. Дағы да болса улантамыз.